Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, өзінің формасын ұстап тұратын тефтели сорпасының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кірісеміз. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, кішкене қыздырып, жуамызды қуырып аламыз. Кейін үстіне сәбізімізді салып, болгар бұрышын салып, және картопымызды салып, үстіне бір қасық тұзымызды және бір қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып алып, қызарғанша бір қуырып аламыз. Ал кейін үстіне бір немесе екі сарымсағымызды үкіштен өткізсеңіздер де болады, немесе майдалап турап, үстіне екі лавр жапырағын салып, суымызды құйып, қайнағанша бетін жауып қоямыз. Енді кезекте біз тефтелилерді дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне мен екі жуаны турасаңыздар да болады, немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Мен блендерден өткізіп, үстіне 100 грамм күрішімізді, тұзымызды және қара бұрышымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша үзбей шамамен бір 5-10 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Міне менің фаршым дайын болды, толықтай дайын. Енді қолымызды сулап отырып, тефтелилерімізді жасап дөңгелететін боламыз. Менің картоптарым жұмсарып пісті. Достар, менің каналым ұнаса, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийге жазып кетіңіздер, менен сіздерге кері байланыс болады. Колокольчик батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттер салатын боламын. Енді сорпамызға барлық тефтелилерімізді салатын боламыз. Тағы да шамамен 10-15 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. Көп бұлғай бермеңіздер. Бір салғаннан кейін бетін жауып, қайнауға демалдыруға қойыңыздар. Міне менің сорпам дайын болды. Осылайша отбасыңызға ысылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді. Қараңыздар, тефтелилеріміз сынбай, ортасынан бөлініп қалмай, өте жақсы болып шыққан. Сіздер де тура осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Жақсы күнде жүздескенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.